لبيك الله. Көңіл күйім өте жақсы қарағым. Неге шаршаймын? Бұл пайғамбарымыз Мұхаммед саламның басып өткен, жүріп өткен жерлері, қиыншылық көрген жерлері, осында келіп мінекей бұрын ата-бабаларымыз жаяу жалпылы түйеменен, ешекпенен жаяу алған. Біз самолетпен ұшып, автобуспен арасында келіп нәватырмыз. Жасымыз ұлғайып 80-ге кетсемде ешқандай қиыншылық сезген жоқ. Қайта көңіл күйім өте жақсы. Бүгін мен аймағына келдік. Альхамдулилля, көңіл күйім керемет. Өткен бұл жерлерден сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам пайғамбарымыз жүріп өткен бұл жерде жақсы демалып, иншалла ертең Арафа тауға дайындалып жатырмыз. Мен таң қалатыным, осынша миллиондаған адамдар бәрі аппақ киім, ихрам киіп, бір-біріне қатты сыйлап, құрмет көрсетіп, иншалла осының бәрі Аллах тағаланың құдіреті ғой. Шатырларға сыймай таудың үстіне шығып отыр. Алла тағаладан барша мұсылмандарымызды қажылықтарын қабыл етуін тілеймін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Мінекей бүгін қажылықтың алғашқы тәруия күні Зүлхиджа айының 8-і. 5-ші парызынан ертеңге бүкіл әлем мұсылмандары дәл бүгін сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның жүріп өткен жолы арқылы Мина шатқалына келіп толық орналасты. Олардың барлығы ертеңгі ұлы ғибадат қажылықтың жүрегі болған Арафа күніне дайындалуда. Қажылықтың тәртібі бойынша Қазақстаннан келген бүкіл фирмаларды Мина аймағының бір қапталына орналастырған. Сондықтан қажылыққа бара қалсаңыз, Минадағы қазақстандық фирмалар қоныстанған шатырлардың сыртындағы жол бойында еліміздің түкпір-түкпірінен келген мұсылман ағайындардың топ-тобын көресіз. Олардың барлығы біздің түсіру тобымызды көргенде көңілдері толқып, көкейлеріндегіні жайып салды. Ауылдық жерде тұрамыз да, мынау қалаға әтейі, осы асыланары көруге келеміз біз әтейі. Өте жақсы канал бізге өте ұнайды. Сол үшін біз үнемі біздің мынау райондарымызға да жергілікті Қазақстанның барлық жеріне осы каналды, осы арнаны көрсетсек дейміз. Мен сонда қуанамын, асыларынан Шымкентке келгенде әдейі көргім келеді. Көремін. Біздің Түркістанда асыларына жоқ, сол үшін мен Құдайдан тілейтінім, асыларына бізге көрсетсе. Аллаға мың қатара шүкіршілік істеймін. Алла мың қатара шүкір. Осы пайғамбарымыз алейхиссаламның жүрген жерлерінен біздер де келіп жерді басып жүргенімізге сонда қатты толқып қуанып тұрмыз біздер. Ертеңгі Арафаға шығу үшін соған таярландық. Қажылыққа келу деген бұрынғы ата-бабаларымыздың, әке-шешелеріміздің бүкіл исі мұсылманның арманы ғой. Мінекей осы арманында жүрген қажылыққа бүгін Алла тағаланың арқасында мінекей келіп отырмыз. Қазір мына Мина қалашығында, жазығында жатырмыз. Бағана ертең келіп ек. Енді ертең азанда бамдат намазын оқып алғаннан кейін Арафаға тауына барамыз. Дүниенің түкпір-түкпірінен келіп жатқан мұсылмандар мынау палаткаларға да сыймай, мынау таулардың үстінде міне көрдіңіздер ме? Барлығы орналасып отыр. Осыдан 150-200 жыл бұрын өз ата-бабаларым келген екен осы жерге. Бітебай қажы, Омарғали қажы. Енді олар мешіт салып, сол ауылда, өзім түбім солтүстік Қазақстан облысына, сол жерде мешіт салып, сол балаларды оқытқан екен. Енді міне сол енді мен өзім қайталап тұрмын. Ал 6 жылдан бері Фаттах Тревел қажылық компаниясымен ұлы парызын өтеушілерге жолбасшы болып жүрген Юнус Гуйчер әр жылы қасиетті жерге келгендегі әсері жаңаша екенін жеткізді. Сол жерлер, сол рәсімдер, сол амалдар, бірақ әсері бір-бірімен салыстыруға келмейтін ғажап дейді ағынан жарылып. Аллаға шүкір. Ең алдымен осы қасиетті жерлерге келуге мүмкіндік берген Раббымызға сансыз рахметімізді айтқым келеді. Сондықтан отандастарымызға осы қажылықтың жеңілдікпен өтуін тілеймін. Өткен жылдармен салыстырғанда биыл күн ыстықтау. Әлі алдымызда қажылықтың 5 күні бар. Сондықтан қазір имамдарымыз осы уақытта өтелетін бүкіл құлшылықтар туралы жан-жақты уағыз насихаттарын жүргізуде. Зәулім шатырлардың үстінен қараған таулы қыраттарға шыққан отандастарымыз Мина аймағына биіктен қарап, қажылықтың алғашқы күніндегі көрінісіне көздері тояр емес. Бұл көріністі бір рет көзімен көрген мұсылман баласы жыл сайын қажылыққа келіп, қасиетті жердің топырағын басып, ауасын жұтуға құмартады.
Соның бір ғана дәлелі қасиетті жерде жолыққан жандардың арасынан қажылыққа бірнеше рет келгендерді көптеп жолықтыруға болады. Бір рет қажылыққа келген адам ол түсінеді, ол қажылықтың не екенін, қандай не, ол әр уақытта да осы Алла нәсіп етсе келгісі келе береді адам. Біздің жастарымызға көбінесе осы имандылыққа келсе екен, осы міне көрдіңіз қанша миллиондаған халықтар келіп, осының бәрі Алланың нұры болу керек, ешқандай қиындық болып отқан жоқ. Міне Минада тұрмыз, ертең Арапатқа дайындалып жатырмыз. Түсінген адамға пайдасы үлкен, бұл жағынан сауабы мол. Үшінші мәрте үлкен қажылыққа келіп отырмын, 2 мәрте умра қажылыққа келдім. Бұл қажылыққа келу атақ, даңқ бір бедел іздеу емес. Бұл қажылыққа бір келген адам келгісі келіп өте құмар болып тұрады. Бір Алланың бір сыйы шығар бұйыртқан бізге. Қажылық бір адамға бір рет парыз, қалғандарын пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде келген, Құран кәрімде өзіңіз білесіздер. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам өмірден өткен ата бабамызға, әке шешемізге, ұнымызға, қызымызға, перзентімізге өтеуге бола ма дегенде әрине болады деген Алла нәсіп етсін. Сонымен мен қазір әкеме, шешеме, ағама, неме дегендей биыл бабамызға келіп отырмын 6 рет. Ал филология ғылымдарының докторы профессор Сәрсенбі Дәуітұлы қажылыққа алғаш рет осыдан 12 жыл бұрын келген. Сол уақытты еріксіз еске алған ел ағасы бүгінгі сапарластарының 5-ші парызына деген түсінігі тереңдегенін анық байқапты. Совет үкіметінің жаңадан құлаған кезі, Қағбадан айналғанда, Сафа Марвадан жүгіргенде көп нәрсені біле берген жоқпыз. Кейбір біздің ағаларымыз Қағбаны көргенде, қуанып, айғайлап, Қағбаны көрдім деп, қолмен ұстадым деп, бірінен бір сүйінші сұрап сөйткен. Бұл жол ондай емес, бұл жол ұстамдырақ, кішкене жаңағы әрбір айналғанның өзінің дұғасын айтып, Сафа Марвада жүгіргенде қай жерде қалай дұға айтылатынын бәрін айтып, салмақты, сабырлы. Бұл Алланың нұры жауған жер, Алланың өзі таңдаған жер. Осында Құран түскен. Бұл жер тарихи жер, керемет тарихи жер. Бұл жерді айтып тауысуға болмайды. Мысалы пайғамбарлардың жаңағы түйесінің өзі, Мединеге барғандағы жағдайы сондай ауыр, көзіңе жас алатын қиындық жағдаймен өткен. Енді бізге исламды аспаннан түсе қалған сияқты. Бірақ пайғамбардың көрген қиындығы, оның достарының, сахабаларының көрген қиындығы қыр бар. Соған қарамай олар төзген. Біз енді кішкене ыстық болса ыстық дейміз, шөлдесек шөлдедік дейміз. Бұның бәрі әшейін нәрселер. Мен ойлаймын, енді осында келген адамдарды Алла қолдасын, бәрі әппақ, ақша қала сияқты, бәрі бір үйдің баласы сияқты. Қандай жақсы. Бір-біріне жылы көзбен қарайды, бір-біріне жақсылық, мейірмен қарайды. Осы Алла осы кісілердің жолынан қалсын. Қазақ деген елді Алла қолдасын. Қазақ деген елдің ауыз бірлігі болсын. Қазақ деген ел бай болсын, бар болсын. Үйіне барғанда арман орындасын. Осы жерде көргендерін елге таратып, имандылық жолында жұмыс істейді ғой деп ойлаймын. Бәріміз иманды болайық. Алла иманға жеткізсін. Я, мұндай қасиетті мекенде ақ жаулықты аналарымыздың ізгі тілегін қалайша ұмытайық. Өйткені еліміздің де, жеріміздің де, дініміздің де батамен көгеріп, батаменен ғұмырлы болары күмәнсіз. Алла тала, бұдан да бетер елді қорғап, қоршап, халқым, елім, жұртым, осындай ел, халық, барлық халықтарым аман болыңдар. Балдарымызға айналайын, біз бақтық, қақтық балдарды. Сонша бала тудық. Мен тоба деп айтайын, мен балдарыма ырзамын, осы жерге жеткізіп, міне осы қалға жетіп, осы елді жұртты көргеніме мен ырзамын. Аман болыңдар халқым. Ниетімізді Алла қабыл қылсын. Ел жұртымызға тиісті қатыржамлық берсін. Осы жерге келгендерің бері Құда қаласа тағын кеп Құдай нәсіп қылсын біздерге. Бала шағымыз өсіп өніп бақытты болсын. Осы жерде жүргендерің бері бақытты болсын. Елімізге жұртымызға тиістік берсін. Халқымыз аман болсын. Патшамызға Алла сабыр берсін. Алла тек қана жақсылық күндерін болып, еліміз аман, жұртымыз аман болып, осындай мұсылманшылығымыз ұлғая берсін. Бірінші қажылыққа келіп тұрмын. Алланың шақыруыменен өте ұнап жақсы. Алланың жақсылығы болсын, нығметі болсын. Бәрімізге де қажылық қабыл болсын. Аман сау елге барайық. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз тыныш болсын, бауырларымыз аман болсын. Бәріңізге де рахмет. Міне бүткіл мұсылман бауырларымыз міне қаж күнде осы мені жиналып отыр. Ертең Құдай бұйыртса Арафа күні. Арафа күнге өте қатты дайындықта. Қазақстандық бауырларымыз ертеңгі күнге қатты дайындалып жатыр. Енді сол күнге дайындалып қобалжып отыр. Енді Құдай бұйыртса ертең Арафаға шығамыз. Қажылық қанша орындаса да жалықтырмайтын ұлы сапар. Я, дәл осы жерлер, дәл осы таулар пайғамбарлардың атасы Ибраим алейхиссалам мен оның баласы Исмаил алейхиссалам пайғамбардың.
Алланың адамзатқа жіберген ең соңғы елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам пайғамбардың қажылығына куә. Сондықтан пайғамбарлардан қалған осы ұлы сапар көші жылдан жылға көбейіп келеді. Себебі осыдан 7-8 жыл бұрын қазақстандықтар орналасқан шатырлардың орны бос дала болған екен. Ал қазір ол жердің барлығына сан мыңдаған адамға арналып қосындар салынған. Ол аздай қажылыққа жақын мемлекеттерден өз мүмкіндіктерімен келген жандар мынадай шатырлармен ашық аспан астында минаға түнейді. Ал қазақ елінен келген азаматтардың барлығы ресми бекітілген орындарға жайғастырылған. Түнгі мина шатқалын бейнетаспаға түсірмек болып, шатырлар жиегіндегі тауға шыққанда жолып қалған жерлесіміз Сәдуақас Қуандықұлы да қажылыққа алғаш келген екен. Ол бізге минадағы көрініске қайран қалғанын жеткізді. Қажылыққа биыл бірінші рет келіп отырмын, Алла нәсіп етіп. Келгенше бұндай нәрсені көрген жоқпыз ғой. Мынау адамның жүрегінде өшпес бір із қалдырып, бұдан кейін біздерді ағылатын сияқтымыз. Бүкіл өмірдің мәні ана жаннатқа бару болатын болса, күнәңнен анадан жаңа туғандай тазару болса, ол өмірдің барлық мағынасы, мәні сол ғана деп түсінемін да. Түсіндім осы жерге келгенде. Ендігі менің арманым, ойлаған ойым, адам болып туғаннан кейін мына дүние қаражатқа кеп тірелетін болса, бар жиған қаражатыңды өмір бойы жинап, бір рет қажылыққа барып, сол армансыз өлу сияқты да. Бұл қажылық деген өмірдің мағынасы. Ал 6 жылдан бері алқалы жұртты қажылыққа жол бастап жүрген Қалиолла Матжанов ертеңгі Арафа күнінің маңыздылығын ерекше атап өтіп, ұлы сапар иелері бүгінгі күнді пайдаланып ертеңге мұқият дайындалу керек дейді. Әуелі Алла тағалаға сансыз шүкірлер болсын, пайғамбарымызға сансыз салаттар болсын. Мина жазығындағы осыншама шағаладай мынау қаншама Алланың бір сүйікті бір құлдары, Алланың бір сондай бір жақсы көретін бір пенделеріне қонақ болып келуі, қазір мынау Мина тауының етегінде тұрған жағдайымыз бар. Сондай жүректер лүпілдеп, жүректер Алла деп соққан осындай пенделердің ертеңгі үлкен бір жорыққа болғанда негізгі қажылықтың бір міндеті болған Рахман тауы, Арафат тауы, мінекей ертеңгі таң намазынан Құдай нәсіп берсе барамыз. Арафаттың төңірек етегі белгіленген жерінде аздан кешке дейін, шамға дейін сол жерде жылап тұрып, жан дүниемізбен отбасымызға, көршілерімізге, ағайын туысқандарымызға, отанымызға, халқымызға, патшамызға, үкімет басындағылар бол дұға қылсақ, тілек тілесек, иншалла Алла тағала сол тілектің біреуін қабыл етсе, немесе осыншама келіп отырған қаншама пенделердің ішінде бір кісінің құрмет үшін бүткіл қажылардың дұғасы қабыл болады, әжеп емес. Сол үшін иншалла қажылыққа келген бүткіл үмметі Мұхаммедиге мен айтарым, Алла сіздерді сонда жақсы көріп осы жерге нәсіп етіп отыр. Сен қандай бақыттысың? Сен қандай бақыттысың? Сол үшін Аллахым саған ғана құлшылық етіп, сенен ғана тілейміз деп жалбарынып, тек дұғада болайық дегім келеді бүткіл қажыларға. Ал дәл осы кезде қажылық миссиясының өкілдері бір сәтте тыным таппай, елден келген ағайынның ахуалын бақылаумен болды. Миссия дәрігерлері әрбір қажылық фирмасындағы әсіресе қария, созылмалы науқастар бар отандастарымыздың денсаулығын назарда ұстады. Дерттен жазылудың түрі, Алла тағала дертте берем, шипада берем. Соның жолын іздеңдер деді ғой, соның көп нәрсесі жүректегі иманда, Аллаға деген сенімде болады. Құрметті қажылар, сіздер ертеңгі өтетін Арафа тауына баратын күндеріңіз құтты болсын, аман есен өткізіңіздер, денсаулықтарыңыз зор болсын. Ауырған адамдарыңыз жоқ қой, аман келді. 700-800-дей қажыларды қарап өттік. Біріншіден жаңағы қажыларымыздың денсаулықтарының бұзылуы, жаңағы кондиционердің болуына байланысты жоғарғы тыныс жолдарының қабыну болып табылады. Барлық жағдай жасалынған, қажы миссиясының құрамындағы дәрігерлердің, білікті дәрігерлердің болуына байланысты барлық науқастарды тез арада емдеп, профилактикалық жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Ертеңгі күні Арафа тауына баруға біздің қажыларымыз шын көңіл күймен дайын деп айтуымызға болады. Алла тағала айтты, дертте беремін деді, дертке шипада беремін, соның жолын іздеңіздер деді. Осы жерде өздеріңіз білесіз, Қазақстанның, егеменді Қазақстанымыздан шыққанда әрбір қажы, сіздер білесіздер, вакцинация деп айтады, оны барлық жасатып, денсаулығы туралы анықтамаларын алған. Дегенмен де осы жерге келгенде жүрегіміз лүпілдеп, көп науқасты біз өзіміз өз қолымыздан жасаймыз. Өйткені сіздердің барлықтарыңыз таныс,
пайғамбарымыздың емдеу жолдары анықтап қарасаңыздар, барлық көптеген аурулардың жазылу жолдары, оны болдырмау жолдары. Біз сондықтан сол болдырмау жолдарын іздеу керек. Соның бірі мысалы Кабатулланы тауап жасағаннан кейін сол денеміз қызып тұрған күйі барып біз зәмзәм суын ішеміз. Қызып тұрған денеге су ішкеннен кейін, әрине ол тамағымызда, денемізде, аяғымыз жалаң аяқ болғаннан кейін судың үстінде тұрып, су ішкеннен кейін осындай жағдайларға барамыз. Пайғамбарымыз не деді? Су ішкенде оны зәмзәм әсіресе 3 рет бөліп, Кабаға қарап, дұғамен ішіңіздер деді. Осының өзінде үлкен сыр жатқанын пайғамбарымыз бізге көрсетіп кетті. Сондықтан пайғамбарымыздың істеген істерінің әрбір сүннети жолы бізге бір жағынан тәрбие, бір жағынан ем, бір жағынан тәртіпті болуымызға осындай жолдарды көрсетіп қойған. Сондықтан келешекте бүгіннен бастап осы мәселелерге біз көңіл бөлсек, Алла Тағала осы дертімізге шипа беріп, амандық, саулық, есендікпен жүруімізде бір Алладан тілейміз. Мінекей Мина даласына да түнгі тыныштық орнады. Өйткені қажылық жасаушылардың барлығы да ертеңгі ұлы құлшылықтың маңызын жақсы түсінуде. Әрине Минаға түнеу пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне сай амал. Ал егер кімде-кім бұл күні Минаға түнеп үлгермесе, кінә жоқ. Маңыздысы қажылықтың 3 парызының бірі, ең басты құлшылық Зүлхиджа айының 9-шы жұлдызы Арафа күнінде Арафат аймағында дұға тілек жасау болып табылады. لبيك